Бүгін сіздерге әдеттегідей оқырман хатымен бөлісейін. Менің әйелім, бала-шағам бар. Таксист қызметкерімін. Барлық таксистерге сене бермеңіздер. Шынайы өзімнің оқиғаммен бөлісейін. Ең алғаш Алматыға келген кезім еді. Таксовать етіп жүріп бір қызбен таныстым. Массаж жасайтын қыз болып шықты. Аптасына 2-3 рет квартираға барып тұратынбыз. Бір тоймайтын қыз етін. 5-6 сағатқа барамыз сол кезде. 5-6 рет сігіспесек тоймайтын. Кейде мен таксовать етіп жүріп, обед кезінде жұмысына кіріп, бір массаж жасатып, бір бел босатып шығатынмын. Бір күні таксовка жасап жүріп, корпоративтен шыққан клиентті апарып тастайтын болдым. Түнгі 12-лер болып қалған. Өзі ішіп алған, удай мас. За рулем кетіп бара жатсам, қасымда отырып, замауымды шешіп отыр. Қой, тыныш отыр дедім. Ішіп алғыңыз тыңдай ма? Хочу деп қоймайды миымды жеп. Сөйтіп қотағымды замоктан шығарып сора бастады. Светофордан машиналардың қасына тоқтамауға тырысып жүрдім, ұялып. Үй жағына жеткенше сорып барды. Машинаны сал жолдың шетірек шығарып қойып, машинаның артына өтіп, 2 палкасын беріп, довольный қылып жіберген соң ғой. Жібердім үйіне. Тонировка бары зор ғой машинада атак. Кейін мен өз қалама Шымкентке қайтып кеттім. Содан ешбірмен хабарласпадым. Отбасым, балаларым бар. Біз еркектер осындаймыз, есличо. Кездесіп қалғанда аямай ұрамыз. Менен бір хат болсын, жасырып шығарып қойсаңыз.